Соңғы жылдары ғалымдар жаһандық жылыну туралы көп айтады, бірақ адамзатқа қауіп туғызатын тағы бір қатер ол мұзды дәуірдің қайталануы. Себебі мұздау және еру процестері циклдік түрде жүреді. Жер тарихында мұздану кезеңдері бірнеше рет болған. Мұз дәуірі деп жердегі мұз қабатының күрт өсуі мен жер климатының жалпы салқындауын айтады. Мұндай кезеңнің ұзақтығы бірнеше миллион жылға дейін созылуы мүмкін. Ғалымдар жер бетінде мұз дәуірінің 5 рет қайталанғанын айтады. Мұз дәуірі мұзданудың қысқа аралықтары, яғни климаттың айтарлықтай салқындауымен алмасып отырған, ал ол аралықтар қысқа жылыну кезеңдерімен алмасқан. Мұндай кезеңдерде мұз қабаты азайып, немесе толығымен жоғалатын болған. Біз қазір мұз аралық немесе голоцен дәуірінде өмір сүріп жатырмыз. Ол шамамен 12 мың жыл бұрын басталған, ал бұл өз кезегінде 66 миллион жыл бұрынғы кайнозой дәуіріне кіреді. Жер бетінде суық пен жылу циклдары неге ауысып отырады? Осыны ойлап көрдіңіз бе? Бұған бірнеше факторлар әсер етеді. Басты фактор ол жердің орбитасы. Біздің планета күнді эллипс тәрізді траектория бойынша, яғни сопақшалау жолмен айналады. Сәйкесінше бір жыл ішінде толық айналым жасайды. Бірақ бұл траектория тұрақты емес. Кейбір сәттерде жер күннен сәл алысырақ ауытқиды және климат осының әсерінен салқындайды. Мұндай ауытқулар жиілігі шамамен 100 мың жылды құрайды. Климатқа жер осының көлбеуі де әсер етеді. Ол да тұрақты емес және аздап 1-2 градусқа өзгере алады. Бұл өте аз болып көрінуі мүмкін, бірақ планета үшін мұндай кішкентай ауытқуларда үлкен өзгерістер әкеледі. Мұздықтар планетаның ландшафтына айтарлықтай әсер етеді. Егер мұздың қалыңдығы үлкен болса, мысалға 3 шақырым, онда бұл масса жердің бетін астыға кіргізіп жібереді. Ал мұздық қозғалған кезде ол тау жыныстарының бөліктерін жұлып алып, өзімен бірге сүйреп алып кетеді. Мұз дәуірі планетаның бетіне ғана емес, тұрғындарына да әсер етті. Мысалы, Homo sapienстар қатал ауа райына бейімделіп аман қалды, ал тірі қалуға оларға сүйек инесі көмектесті. Бұлай қарасаң қарапайым зат болғанымен, мұның көмегімен адамдар жануарлардың терісін тігіп, жылы киім жасауды үйренді. Мамонттар сияқты жануарлар ежелгі адамдардың маңызды тамақтану көзіне айналды. Мұндай ірі жануарларды аулау үлкен күш-жігер мен ұжымдық жұмысты қажет етті. Бұл да адамдардың бірігуіне өз септігін тигізді. Аңшылық пен ет тағамдарының арқасында ежелгі адам суыққа жақсы төзуге мүмкіндік беретін үлкен энергия қорын алып отырды. Антропологтардың айтуынша, бұл кезеңге дейін бірнеше миллион жылдар бұрын Homo erectus, яғни тік жүретін адамдардың болғанын айтады. Ал бұл дәуірде тік жүрудің көмегі өте көп болды. Олар ашық жерлерді зерттеп, суықтан қорғанатын орындар іздеді. Жалпы кайнозой мұз дәуірінде үздіксіз мұздану болған жоқ. Әр 40 мың жыл сайын адамдарға демалып тұратын мүмкіндік болды. Бұл кезде мұздықтар шегініп, климат жұмсақ бола бастаған. Енді келесі мұз дәуірі қашан келеді деген сұрақ. Мұзаралық кезеңнің ұзақтығы шамамен 10-30 мың жыл. Жоғарыда айтылғандай қазіргі мұзаралық голоцен кезеңінен есептейтін болсақ, мұз дәуірі кез келген уақытта басталып кетуі мүмкін. Бірақ ғалымдардың айтуынша, бұл мұзаралық дәуір ұзаққа созылуы мүмкін. Оның себебі жер атмосферасындағы көмір қышқыл газының айтарлықтай жоғарылауы. Ол жерді жылытатын булану эффектісін жасайды. Жай сөзбен айтқанда, жер мұздау үшін жеткілікті түрде суый алмай тұр, ал мұның бәрі тағы адамдардың қолынан жасалған болып отыр. Сонымен жаңа мұз дәуірі басталуына болжаулар бойынша кем дегенде тағы 50 немесе 100 мың жыл бар. Қуана беруге болар еді, бірақ булану эффектісі жануарлар өлімі мен егін сапасының төмендеуі сияқты проблемалар тудыруы мүмкін. Жалпы нақты осы дәуірде өмір сүріп жатқанымызға қуану керек сияқты. Қол боста мамонт аулап келу керек еді деп отырар ма едік, кім біледі. Ал менің бүгінге айтарым осы достар. Контент қызықты болса, тіркеліп пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Сіздермен болған жұмбақ әлем. Келесі кездескенше.